Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін песочный самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен електен өткізген ұнымызға бөлме температурасында еріп тұрған майымызды салып крошки жасаймыз. Майдың орнына маргарин де қолдансаңыздар болады. Және де майымыз қатты еріп тұрмауы қажет. Крошкемізді жасап болғаннан кейін пісте майымызды қайнап тұрған суымызға 1 шай қасық тұзымызды салып араластырып, оны да ұнымызға құямыз. Сосын жарты шай қасық разрыхитель қопсытқышымызды қосып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз осындай болып иленеді. Қамырымызды илеп болғаннан кейін салафанға немесе пищевой пленкаға орап, холодильникке 1 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша салмамызды дайындаймыз. Жарты килограмм фаршымызға пиязымызды үккіштен өткіземіз. Сосын өткізіп болғаннан кейін тұзымызды, бұрышымызды салып, салмамызды араластырамыз. Егер қалауларыңыз бойынша картошка қоссаңыздар да болады, бірақ картошканы да үккіштен өткізулеріңіз қажет, әйтпесе дұрыс піспей қалады. Қамырымыз дайын, қамырымызды 2 бөлікке бөліп алып жаямыз. Қамырымызды жайған кезде жабысып жатса, азырақ ұн сеуіп жіберсеңіздер де болады. Қамырымызды жайып болғаннан кейін осындай шай ішетін кесенің көмегімен кесіп алдым. Сіздер өз қалауларыңызша әртүрлі формада үлкенді кішілі қылып өздеріңіз кесіп алсаңыздар болады. Қамырларымызды кесіп болғаннан кейін артық қамырларымызды қайтадан илеп жіберіп салафанға салып қоямыз. Оны қайтадан жайып самса жасайтын боламыз. Қамырларымыздың шет-шетін осылай басып жіберсеңіздер де болады. Сосын салмамызды салып, өз қалауларыңызша түйсеңіздер болады. Видеодағыдай түйсеңіздер де, үшбұрыштап түйсеңіздер де, ол өз қалауларыңызда. Самсаларымыздың бәрін түйіп болғаннан кейін табамызға барлығын салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пешке қызарғанша пісіріп аламыз. Осы рецептпен барлығы 33 штук самса шығады.
Міне осымен самсамыз дайын. Жасап көріңіздер. Өте дәмді, керемет шығады. Балалар бірден жеп қояды. Жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.